Шерзаттың әкесінің Қаржаубайдың бүгін үндеу видеосын көрдім. Енді действительно полностью оны уже давить етіп, манипуляция жасап, жан-жақта әптен андай безнадежный состояниеда түсіп тұр. Оның әңгімесінен байқап отырмыз. Қазақстанда жаңағыдай әділдік жоқ екеніне толық көзім жетті. Жаңағы президентке сұрақ өтініп, мені Алматыдан семьямен бірге алып басқа жерге апарыңыз, не болмаса мен басқа елге вообще көшіп кетемін деген әңгімелерді айтып жатыр. Мен кінәлі болсам, мені келіп өлтіріп кетесіңдер, үйтіңдер, бүйтіңдер деп ол өзін кінәлі сезіндіріп, татаво сондай манипуляция жасап тастағанда, көрдің ба? Ақшасы жоқ, бейшара, кедей біреу деп, оның баласының өлімін менде уже бар ғой, сөз қамады бар ғой, туған анасының құшағында өзінің баласын өлтіріп кетті. Одан кейін артынша бар, оның үйін өртеп кетті. Ол 2 ма, енді 3 әкесі шығып үндеу жасап, өзін кінәлі сезініп, мен қайға барам, мен мына жерде тұра алмаймын, қайда барам деп даудырап, далбасылап, не істерін білмей тұр. Оның ар жақта апалары, әжелері, ағайын туыстары бар, олар қайға барады мысалы. Көрдің ба, до такой степени. Осыдан бір естеріңізде болса, бір жылдың көлемінде примерно есімде жоқ, Алматыда бір осындай бір караоке бардың алдында байдың балдарымен бір осындай төбелес болып қалып, сол жерде бір миллионердің ба соның баласы болып, ішінде өңшең дөкейлердің балалары болып қалып, таяқ жеп қалып, жаңағы 7-8 баладан. Оның ішінде бір актер бала бар, осы танымал актер, аты есімнен шығып тұр. Сол бәрі, в общем, әшейін 5-6 күннің ішінде бәрін ұстап, үстерінен істі қозғап, бәрін кінәлі деп тауып, групповой деп, полный түрмеге қамап тастады. Қазір сол бала, жаңа актер бала да түрмеде жатыр. Ол да жаңағы президентке үндеу жолдаған еді. Оны ешкім тыңдаған да жоқ. Оның әріптестері, өздері, блогерлер, актерлер, ешқайсы ештеңе дегенде жоқ ол кезде. Ауыздары жабылып, қазір де сөйтіп жатыр ғой, мысалы, үндерінде тығылып. Сол кезде анау байдың баласы да көрдіңіз ба, қалай жасап тастады. Бәрін экстренно полностью кінәлі деп тапты, ешкім тыңдаған да жоқ, мынау ешқандай ондай тема жоқ жерде. Көрдіңіз ба? Бұл жерде жаңағы Шерзаттың өлімінен қандай міне шоу жасап отыр, брифинг өткізіп, пресс-конференция өткізіп, телевизорды қосып қойып, қолына ана бір указкасы ұстап алып, мынау мынандай деп ана садиктегі, мектептегі балдарға, мұрынбоқ балдарға түсіндіреді ғой, соғысап тұр ғой, бүкіл халықты ақымақ қылып, бір бутылка пива емес, бұл жерде 3 бутылка пива екен. Ол пива үшін болмапты, оның ақшасын төлеген екен переводпен, сосын наличкамен төлеп, ана қалтасынан алып жатыр, қараңыздар деп. Жаңағы анау бүйтіпті, мынау сөйтіпті деп. Ол жерде вообще басқа теманы ғой. Бұл жерде баланың өлімі, оның әкесінің, анасының, оның жағдайын түсініп жатқан ешкім жоқ. Шоу жасап, ары қарай дальше өстіп, жаңағы онлайн Бишімбаев 2 деп жаңағы сот процесін өткіземіз деген темалар шығарып жатыр. Көрдіңіз ба, сол бір баланың өлімінен үлкен осындай мемлекеттік деңгейде шоу жасап отыр. Білмеймін, вообще сұмдық мынау. Сұмдық, өте ұят, өте позор дүние мынау.